Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мен есім Күзембай Бардақ Мырзабекұлы. Мен дәрігер гастроэнтеролог. Жалпы осы медицина саласында мен қызмет жасап жүргеніме 7 жылдың жүзі болыпты. Яғни осы 7 жылда менің негізгі түйген нәрсем не? Ол бізге келетін науқастардың 90-95% ауруы асқынған. Ол дегеніміз асқазан жарасы, асқазаннан қан кету, асқазан яғни қан кеткен екен, ол міндетті түрде операция болады. Немесе осы сирек жағдайда асқазан рагы. Жалпы бұл нәрсені мен не үшін қозғап жатырмын? Себебі бізге түскен науқастардың бағана айтып кеткендей көбінесе приступпен түседі. Яғни асқазан қатты шаншып, асқазан қатты ауырып. Яғни ол сәйкесінше дәрігерге жүгінеді, ары қарай тексеріс барысында сол асқазан жарасы анықталып жатады. Ал енді көбінесе асқазандағы осы симптомдар деп айтамыз, яғни аурудың белгілері, ол көбінесе скрытно жүреді. Яғни скрытно, жасырын түрде. Сізде ешқандай ауру сезімі болмауы мүмкін, бірақ сізде соған қатысты белгілер болуы мүмкін. Яғни ол белгілерді мен қазір сіздерге жіктеп түсіндіріп айтатын боламын. Жалпы онлайн мақсаты не? Яғни онлайн консультацияның негізгі мақсаты осы ауруларды, жаңа атап өткен асқазан жарасы, асқазаннан қан кету, осы аурулардың алдын алу, осы деңгейге шейін жеткізбеу. Өйткені асқазанға қатысты аурулар міндетті түрде этап бойынша жүреді. Мысалы, сізде гастрит болса, ол ерте ме, кеш пе міндетті түрде асқазан жарасына алып келеді. Көп жағдайда. Яғни бірден язва емес, әрине. Басында гастрит сізде болды, яғни диета ұстамадыңыз, жаңағы ол гастрит сәйкесінше эрозияға өтеді. Эрозия, язва, язваны емдемесек, ол операциямен аяқталады, не болмаса асқазан рагына өтеді. Жалпы онлайн консультацияның мақсаты осы аурудың алдын алу. Қазір мен сіздерге жалпы осы асқазанға ауруына қатысты белгілерді атап жіктеп түсіндіріп айтатын боламын. Яғни сол белгілердің біреуі немесе бірнешеуі сізде кездескен болса, онда сіз міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгінуіңіз керек. Яғни онлайн консультация алу керек. Так, ең бірінші белгі ол жүрек айну, құсу. Екінші белгі тамақ ішкеннен кейін, қараңыздар, тамақ ішкеннен кейін ауырсыну сезімі, немесе тамақ ішкеннен кейін 2-3 сағаттан кейін ауырсыну сезімі. Так, келесі белгі ауыздан жағымсыз иістің шығуы. Бұл тікелей асқазанға қатысты. Көп жағдайда ауыздан жағымсыз иістің шығуын біз немен шатастырамыз? Тіспен шатастырамыз. Яғни сізде егер тісіңіз құрттаған болса, біз көбінесе тіспен байланыстырып жатамыз. На самом деле бұл асқазанға қатысты дүние. Ауыздан жағымсыз иістің шығуы. Сосын келесі белгі бұл іштің қатуы немесе іштің өтуі. Және де мынау бетке, денеге аллергия дейді ғой, мынау жаңағы немесе угри деп айтамыз, жастарда көбінесе кездесетін. Осы белгілер болса, себебі денеңізге бір жаңа прыщиктер шығып, яғни бұл жақсы белгі емес. Так, келесі белгі қыжылдау, изжога деп атайды орысша. Тамақ ішесіз, тамақ ішкеннен кейін сізді көкірек тұсыңыз ашып, сізге бір сондай дискомфорт келіп тұрады. Келесі белгі ауызға ащы дәмнің келуі. Бұл әрине жаңағы өтпен қатысты дүние. Тағы бір айтатын нәрсе, осы мен жаңағы айтып жатқан негізгі белгілер бар ғой. Яғни сол белгілерді біз көбінесе елемейміз. Жүрек айны ма, жүрек айнып қояды. Дұрыс қой, немесе запах изарта ма, ешнәрсе қылмайды. Бізде қандай жағдайда біз дәрігерге жүгінеміз? Әрине бізде асқазанда қатты ауру сезім болады. Ауру сезімі дәрімен басылмайды, басылса да ол уақытша басылады. Сонымен біз жүреміз. Яғни асқазан қатты ауырған кезде амалсыздан дәрігердің көмегіне жүгінеміз. Ал қалған бағанағы мен айтып жатқан белгілер бар емес пе? Жүрек айну, ауыздан запах изарта, тамақ ішкеннен кейін асқазандағы дискомфорт, тамақтың қорытылмауы, ащы дәм, жаңағы изжога, қыжыл. Яғни бұндай жағдай болса, біз дәрігерге қаралмаймыз. Себебі бұлардың барлығы бізге бір жеңіл, бір уақытша дүние сияқты болып көрінеді. Шындығына келген кезде олай емес.
кез келген аурудың бастамасы осылай басталады. Именно осы асқазанға қатысты аурулар не дейді, орысша айтқан кезде по мелочам дейді ғой, яғни басында сіз елемейсіз ол ауруларды, бірақ міндетті түрде ол уақыт өте келе асқазан жарасын алып келеді. Сондықтан да осы белгілер, жаңа атап өткен белгілер болса, онда міндетті түрде сізге онлайн консультацияға қатысып ем алу қажет. Онлайн консультация қалай жүргізіледі? Ол менің өзімнің жеке көмекшім бар. Яғни сол кісіге арқылы сұрақтарыңыз болса, жалпы қалай жазылу керек онлайн консультацияға. Енді әрине онлайн консультация бізде ақылы түрде өтеді. Бағасы 5500 теңге. Яғни барлық сұрақтарды менің көмекшім арқылы білетін боласыздар. Жалпы шағымдарыңызды, жалпы қай уақыт сізге ыңғайлы, яғни запись дейді ғой былайша айтқанда, осындай күні, осындай уақытқа жаңағы нақтылау үшін менің көмекшім арқылы сұрап біле аласыздар. Яғни барлық сұрақ менің көмекшім арқылы жүргізіледі. Мен сіздермен тек онлайн консультация жүргіземін. Яғни ол дегеніміз, ол қарапайым тілде жаңағы WhatsApp арқылы, WhatsApp желісі арқылы, не болмаса видео звонок арқылы, не болмаса қадімгі телефон арқылы звондап, жағдайыңызды айтып, и сол арқылы мен сізге, яғни сіздің шағымдарыңызды, жалыптарыңызды, жаңағы неге шағымданасыздар, қай жеріңіз ауырады, қалай ауырады, жалпы бұрын дәрігерге қаралғансыз ба, ем алғансыз ба, алған болсаңыз қандай дәрілер алдыңыз, жалпы іштіңіз ба, дәрілер көмектесті ма, бұрын соңды зонд жұтқансыз ба, УЗИ өткенсіз ба, яғни осы туралы барлығын мен анықтап біліп, сосын аяқ жағында мен сіздерге міндетті түрде ем беретін болам. Ол дәрілер әрине сізге міндетті түрде көмегін беретін болады. Мен сізге дейін 100-ден аса науқасқа онлайн консультация жүргіздім. Яғни сол науқастардың арасында яғни кері пікір болған жоқ. Себебі мен әр науқасқа жаңағы индивидуально дейді ғой, орысша айтқанда, жаңағы жеке көңіл бөліп, шағымдарын тыңдап, бұрынғы өткен анализдерін жаңа талқылап, шағымын тыңдап, и сәйкесінше ем бердім. Әрине жаңағы результат міндетті түрде болады. Әрине ол бір алланың қалауымен, бірақ ешқандай қарсы пікір болған жоқ. Ал енді онлайн консультацияға келетін болсақ, мен күніне 6 ғана науқасты қараймын. Және де жаңағы жоғарыда айтып кеткен негізгі белгілер бар ғой. Яғни сізде соның біреуі немесе бірнешеу кездессе, онда сіздің ертерек ем алғаныңыз дұрыс. Онлайн консультацияның бағасы 5500 теңге. Қандай да сұрақтар туындайтын болса, көмекшіме жүгініңіздер.